Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен ауызда ерейтін, өте дәмді әрі көп затты қажет етпейтін балды пирогының рецептімен бөліскелі отырмын. Рецепттің ең маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны мұқият соңына дейін қарап шығыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: жұмыртқа, шекер, май, бал, ас содасы және разрыхитель қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен шекерімізді миксерімізге салып, ағарып көпіршіп 2 есеге дейін көтерілгенше миксерлеп аламыз. Дәл осылай ағарып 2 есе көтерілу қажет. Келесі кастрөлімізді отқа қойып, 3-4 ас қасық балымызды саламыз және үстінен ас содасын салып, қоңыр түске енгенше отта ұстаймыз. Осындай түске енеді және үстінен ыстықтай сары майымызды салып ертіп аламыз. Сары майымыз еріген соң оны массамызға құямыз. Келесі ұнымыздың үстіне разрыхителімізді салып, массамызға 3 бөліп ұнымызды салып, астынан үстіне қарай араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, массамызды теңдей 3 бөлікке бөліп қызартып пісіріп аламыз. Қысып тұрған отта 150 градуста 20-25 минут пісіреміз. Қайнатпалы крем дайындау үшін бізге сүт, ұн, жұмыртқа, шекер қажет болады. Жұмыртқамызды салып араластырамыз және оның үстіне шекерімізді салып ерігенше араластырып аламыз. Одан соң өте баяу отқа қойып, үстінен ұнымызды салып араластырып тұрамыз. Қоюланғанша араластырып тұрамыз, өйткені асты күйіп кетуі мүмкін. Дәл осылай қою масса болып шығады. Қайнатпалы кремімізді оттан алып, ыстықтай үстінен сары майымызды салып, ерігенше араластырамыз. Майымыз еріген соң үстінен пакетімізді жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Корждарымыздың шетінен кесіп аламыз. Бұл бізге пирогымызды әрлеу үшін қажет болады.
Енді қайнатпалы кремімізді әр ковшқа 5-6 қасықтан құйып, жақсылап жағып, пирогымызды жинаймыз. Балды пирогымыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің видеома ұнаса лайк басып, каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіз.